Алматы әкімдігі жаңа жиһаздар сатып алуға 500 миллион теңге жұмсамақ. Жарты миллиард тұратындай бұл қандай жиһаздар болуы мүмкін? Келіңіз тендерді бірге талдайық. 29 қаңтар күні Алматының мемлекеттік активтер басқармасы мемлекеттік сатып алу порталында кеңсеге арналған жиһаз жасау қызметін сатып алу туралы тендер жариялады. Оған 476 миллион теңге жұмсамақ. Жеңімпазы социально-производственное предприятие жаса жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Техникалық сипаттамаға сүйенсек, қала әкімдігі жиһаздарын жаппай жаңалауды көздеп отыр. Құжатта 10 жиһаз жиынтығын дайындау туралы айтылған. Оған 3468 дана жиһаз кіреді. Мысалы 1028 шкаф, 631 кресло, 630 тумба, 566 үстел, 309 орындық және басқа да жиһаздар бар. Ең қызығы, сатып алудың сипатына қарасақ, басшылық отыратын кабинеттерге яки бастықтарға арналған жиһаздың санаты қарапайым кеңсе жиһазынан бөлек. Әңгіме ламинатталған жаңқадан жасалатын қалыпты жұмыс үстелдер туралы болып отырған жоқ. Жиһаз жиынтығына қойылып отырған талаптар нақты жазылған. Көлемі үлкен, сәнді элементтері бар, коммуникация модульдері орнатылған, әдетте мейлінше жоғары санатты жиһаз жасауда қолданылатын өңдеу материалдары болуы шарт. Басшыларға арналған жиһаз қатарында қосымша бұйымдар да бар. Мәселен, кілттенетін және өздігінен жабылатын құжаттар салатын тумба, кеңсе техникасына арналған тумба, биіктігі 2 метрдей болатын құжат салатын шкаф, киім ілетін шкаф. Тағы бір маңызды бөлігі креслолар. Сипаттамасында басшыларға арналған кресло арқалығы биік, еңкею және есте сақтау қалып тетігі бар, қаңқасы хромнан жасалған және экотерімен қапталған болу керек деп көрсетілген. Әкімдік кейінгі жылдары жиһаз сатып алуға байланысты бірнеше тендер жариялағанын байқауға болады. Мәселен, 2021 жылы 78 миллион теңге бөлінген. Кейін 2022 жылы қаңтар оқиғасында әкімдік өртенді. Одан кейін ғимаратты қалпына келтіруге әкімдік 15 миллиард теңге жұмсаған. Сол кезде жиһаз тасымалдауға тағы 10 миллион теңге қарастырылған еді. Материалмен толық танысу үшін төменгі және биоға сілтеме қалдырдым, оқып шығыңыз.